Саламатсыңдар ма балалар? Саламатсыздар. Ал енді бүгінгі балалар қызықты математика сабағын бастаймыз. Сабақты бастамас бұрын балалар кәні әдемілеп шаттық шеңберіне тұрып аламыз. Тез жиналамыз, асықпаймыз балалар, асықпаймыз. Кел, тұрыңдар, өт кел. Балалар бүгін сабақта қандай оқушы боламыз? Бүгінгі сабағымызда барлығымыз жақсы баға алуға тырысамыз, ұмтыламыз, жақсы баға алуға. Ал енді сабағымызды бастамас бұрын мен сендерге сұрақ қоямын. Ал қанша жыл мезгілдері бар балалар? 4 жыл мезгіл. Ал енді сол 4 жыл мезгілін кім маған айтып бере алады? Кім айтып бере алады? Кәні. Ал Бекзат айта ғой мезгілдері? Көктем, күз, жаз, қыс. Жарайсың, балалар, жыл мезгілдеріміз көктем, жаз, күз, қыс мезгілдер, Ал енді қараңдаршы, айналамызға қазір өлкемізде қандай мезгіл? Күз. Қандай мезгіл? Күз мезгіл, Күз мезгілінде табиғатта көптеген өзгерістер болады, Күн суытады. Күн суытады, ауа райында да өзгерістер болады, Ауа райында тағы қандай өзгерістер болады, балалар? Ауа райында тағы қандай өзгерістер болады? Күн суытып кетеді, суық жеп жылы киімдерімізді киеміз. Жеміс-жидектер піседі екен, Ал енді жаңбыр жауады, дұрыс айтасың. Ал енді жер беті неге бөлінеді? Айналаға қарасаңдар, нені көресіңдер? Жапырақтар, жарайсыңдар, айналаға қарасаңдар, барлық жер сап-сары жапырақтарға бөлінген. Сіз көзгі жапырақтарды бір-біреуден аламыз. Тез. Al. Bir-bireydен. Тез енді топтарға бөлінген күзгі жапырақтарды алдыңдар, Ал енді барлығымыз өзімізден қандай таңба түсті, сол таңбаның қасына барып тез топтарға бөлініп аламыз. Отырамыз орындарымызға, Ал енді балалар, бүгінгі өтетін тақырыбымыз қызықты математика сабағында 10 көлеміндегі сандарды қосу және азайту. Ал енді бүгінгі сабағымыздың мақсаты балалар 10 көлеміндегі сандарды қосуды және азайтуды үйренеміз. Қосудың ауыстырымдық қасиеттерін түсіндіремін, логикалық ойлау қабілеттерімізді дамытатын боламыз. Ал енді тақтаға қараймыз бәріміз. Тұрсыңдар, Жоғарыда тұрған алманың түсі қандай екен? Жасыл түсті алма екен, Ал күз мезгілінде балдар білесіңдер, жемістер піседі. Ал жемістерді неге жинаймыз? Себебі жасыл түсті алмамыз қанша еді? 6 жасыл түсті алмамыз бар еді. Міне 6 санын жазамын. Қосу таңбасын қоямыз. Қанша қызыл түсті алмамыз? 4 қызыл алмамыз, Ал енді себетте барлығы болып қанша алма болды? 10 алма болды. Ал енді келесі суретке қараймыз. Алмұртты. Қанша алмұрт бар екен? Мұрат, қанша алмұртымыз бар екен? 3. Ал енді барлығын себетке жинайтын болса қанша болды? 10 жемісті жинадық, балалар? Ал 10 алмамыздың 4-еуін сыйлап жібердік. Сыйлыққа бердік. 10 алманың 4-еуін қанша қалады балдар? 6 қалды. Дұрыс айтасың Бекзат. 6 алма қалды. 10 жемісіміздің ішіндегі 3 алмұртты жеп қойдық. Қанша қалды? 7. Қанша? Бекзат, дұрыс айтасың. 7 қалды. Ал енді сенден дәптерлеріңе көркем жазуға сан бердім, сан жазасыңдар. Сандан кейін нүкте қойған жерінен бастап бүгінгі мысалды жазып аламыз. Дәптермен жұмыс жасаймыз енді. Алдық қолымызға ручкалар.
Асықпаймыз. Қайтейік. Ал енді қараңдар, тиын осы баспалдақтан көтеріліп, мәреге жету үшін біз бірнеше тапсырманы орындауымыз керек екен. Біріншісі бәйге ойын, келесі логикалық сұрақтар, үшіншісі көршісін тап ойын, одан кейін жасырынды, санды тап ойын. Ал енді қазір әр топта топ жетекшісі тақтаға шығып, бәйге ойынына дайындаламыз. Бәйге ойында сендерге мысалдар беріледі. 10 көлеміндегі сандарды қосуды және азайтуды орындайсыңдар. Қосып, азайтып. Әрбір қатардан топ басшысы шығып, осы мысалдарды есептейді. Бірінші қатардан Муслим, екінші қатардан Бекзат, ал үшінші топтан Салман шығар тақтаға. Муслим. Кел ғой Бекзат, қой ғой тез-тез. Тез-тез орындаймыз. Ал үшінші топтың топ басшысы Бекзат бірінші болып болды. Кәнекей, Бекзат пен Салманға қол шапалақ. Жарайсың. Муслим есепте ғой, есептей бер, Муслим. Муслим есептеп болғанша мен екеуінің жұмысын тексер. Екіні қосқанда қанша болды? 10 болды. Дұрыс па қалды? Иә, дұрыс. Ал 10-нан 7-ні азайтты қанша болды? 10. Керемет. 10-дан 6-ны азайтты қанша болды? 4. 10-дан 6-ны азайтты 4. Керемет. Молодец, Муслим, жарайсың. Тапсырмасын тексеріп көреміз. Бекзат, өзің айта қойшы, 7-ге 3-ті қостың қанша болды? Тақтаға қарап айта. 7-ге 10. Дұрыс. Қанша? 2 балдар дұрыс па? Иә. 4-ке 6-ны қосты. Қанша шықты? 10. Дұрыс па балдар? Иә, дұрыс. 10-нан 2-ні азайтты. Қанша болды? 8. Жарайсың Бекзат. Бекзат барлығын дұрыс орындады. Отыра ғой Бекзат. Ал Муслим 6-ға 4-ті қосты. Қанша? 10. 10-нан 3-ті азайтты. 7. Дұрыс. Ал енді Муслимға көмектесіп жібереміз. 2-ге 8-ті қосты қанша? 17. Қанша болады екен? 10. 10-нан 1-ді азайтты. Қанша болады? 10-нан 1-ді азайтты. 10 алмамыз бар екен. 9 болады екен, е? Муслим сәл қиналды бүгінгі тапсырмада. Отыра ғой жаным. Бірінші баспалдақта өттік, е? Ал енді екінші баспалдаққа көтерілеміз. Бұл жерде балалар көршісін тап ойыны. Ал енді сандарды балалар көршісін табамыз. Қазір әр топтан 2 оқушыдан шығады. Сандарды көршісін табамыз. Бірінші қатардан, бірінші топтан бастап. Ал бірінші 4-тің көрші сандарын өзің айтып берші. 3, яғни 4-тің көрші сандар 3 және 5 сандар екені. Балдар дұрыс орындады ма, Асмира? Иә, Асмираның орындағаны өте дұрыс. Жарайсың, Асмира. Керемет. Отыра ғой жаным. Аха, Индира болдың ба? Индира өзің айта қойшы, 5 санның көрші сандар қайсы сандар екен? 4 пен 6. 4 пен 6 сандар екен, е? Дұрыс айтты ма? Дұрыс орындады ма? Иә, өте дұрыс. Керемет. Индира осы орындады ма? 3 санның көрші сандарын қарашы. 3-тің алдына қандай сан жазды?
Dürüs pa? Жоқ. Qanday san болу керек еді? 2 sani болу керек еді. 2 sani. Al 3-тен кейін 4. Камила тапсырманы орындауда сәл ғана қинал. 2-3-тің алдында қандай сан болады екен Камила? 2 sani болады екен. Келесі жолы ұмытпаймыз, шатаспаймыз. Мақұл ма? Жарайсың. Отыра ғой, жақсы. Біраз шаршап қалдыңдар, иә? Ал енді бір сергіп алар. Кәні әдемілеп орнымыздан тұрып алдық. Ал жарайсыңдар балалар, енді бойымыз бір сергіп алды ма? Енді орнымызға жайғастық. Ал енді келесі тапсырманы орындауға дайындаламыз. Баспалдақтағы тапсырма ол жасырынды санды тап. Ал енді қазір әрбір топқа мынандай тапсырма істейміз балалар. Мына жапырақшаның артында қандай сан жасырынғанын табамыз. Ал біздің үшінші тобымыз, яғни тең таңбасы. Үшінші тобымыз бірінші болып жұмысты аяқтады. Орындады ма, жоқ па? Көреміз міне үшінші топтың жұмысы. Ал тағы екінші топ болдық па? Екінші топта. Бірінші топ болдық па? Ал енді тексереміз. Қандай сан жасырыныпты? Жапырақтың артында 5 саны жасырынған дейді. Қараймыз, 5-ті 5-ке қостық. Жауабы қанша? 10. Дұрыс жазыпты ма? Иә, дұрыс. Ал енді жапырақтың артында 6 саны бар дейді. 10 азайту 6 тең қанша болады? 4. Дұрыс орындапты ма? Иә, жарайсыңдар. Үшінші топ дұрыс орындапты жұмыс тапсырманы. Ал енді екінші топтың жұмысын көреміз. 1 қосу 9 тең 10. Яғни жапырақтың артында қандай сан бар дейді? 9 саны бар дейді. Өте дұрыс. 10 азайту 2 тең қанша болады? 8. Жапырақтың артында қандай сан бар екен балалар? Жапырақтың артында 2 саны бар екен. Бірінші топтың жұмысына қараңыз. 3 қосу 8 тең 10 депті. Дұрыс па болды? Жоқ, дұрыс емес. Бұл жерде бірінші топ кішкентай қателесіпті. 3-ке қай санды қоссақ 10 болады? 3-ке қандай санды қоссақ 10 болады? 7. Дұрыс айтасың. 3-ке 7-ні қосатын болса қанша? 10 болады. Ал енді келесі тапсақ 10 азайту 5 тең 5 депті. Ал екіншісін дұрыс орындапты ма? Иә, дұрыс орындапты. Яғни екінші мысалында жапырақтың артында 5 саны бар. Теңіміз мәреге жетті. Баспалдақтардан көтеріліп, мәреге жетуіне сендер көмектесіңдер. Жарайсыңдар балалар, сендерге қол шапала. Керемет. Сабақта сендер нені үйрендіңдер? Қосу, азайту, яғни 10 көлемдегі сандарды қосуды және азайту. Тағы қандай тапсырманы орындады? көршінің сандарының. Иә, сандардың көршісін табуды үйрендік, иә? Ал енді балалар, жарайсыңдар, бүгінгі сабақтың аяқталды. Келесі сабаққа дейін қош сау болыңдар.